Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге осындай 8 наурызға аналар күніне, қыз келіншектер күніне торт дайындайтын боламын. Оған керекті заттарым: қаймағым, майым, балым, қантым. Қаймағымызды осылай қантымызды сала отырып миксерлейміз. Ақ көбік болғанша миксерлеп аламыз қантымыз бен қаймағымызды. Әбден миксерлеп аламыз ақ көбік шығарып. Осыны енді тоңазытқышқа салып қоямыз. Тортымыздың корждарын пісіріп болғанша. Міне осындай қаймақ шығады. Енді ыдысымызға балымызды құямыз. Менде осындай қоңыр бал. Осы балымызға жарты кәседей қантымызды саламыз. Осыны қайнап тұрған ыдысымызға үстіне қыздырамыз. Енді осыған үй температурасында тұрған сары майымызды саламыз 100 граммдай. Майымыз, қантымыз, миотымыз әбден ерігенше ыстық парда ұстаймыз. Майымызды әбден ерітеміз. Енді осыған менде ас содасы, оған уксус құйып көпіртеміз ас содамызды. Оны балымыздың үстіне құямыз. Ол осындай болып көпіреді. Әппақ көбік болады көпіріп қантымыз, майымыз. Міне осындай болып шығады. Осымызды енді суытып қоямыз кішкене. Оған дейін мен 3 жұмыртқамды әбден миксерлеп алдым. Міне осындай жұмыртқа. Осыны енді 3 жұмыртқаның өзін миксерлеп аламыз. Біркелкі болғанша миксерлейміз. Оған дейін балымыз суый береді. Суытып қоямыз. Міне болды миксерлеп. Енді банағы миотымыздың үстіне жұмыртқамызды құямыз. Бәрін біркелкі араластырамыз. Осыған електің көмегімізбен ұнымызды еле отырып саламыз. Қопсытқымызды саламыз үстіне. Екеуін араластырып осылай илейміз. Қасықтың көмегімен араластырамыз әбден. Тағы да астығымызды саламыз. Мен бөліп салдым астығымды.
қасықтың көмегімен былғап отырып. Міне осындай қамыр болып шығады. Ыдысымызға жабыспайтын жұмсақ қамыр болып шығады. Осыны кішкене холодильникке сала тұрамыз. Тоңазытқышымызға осындай бөліктерге бөліп алып, дөңгелектейміз. Енді осыны сәл ұн сеуіп жіберіп, оқтауымыздың көмегімен жаямыз. Мен осындай 8 санын қиып алдым. Осындай торт жасаймын. Аналарымыздың мейрамына, жеңгелеріміздің мейрамына. Торт жасаймыз. Осындай 8 санның балды тортты жасаймыз. Осылай артықтарын бәрін пышақтың көмегімен қиып аламыз. 8-нің жандарын бәрін аламыз осылай етіп. Енді ортасын дөңгелектеп алып тастаймыз. Екеуінің де ортасын аламыз осылай дөңгелетіп отырып. Жабысып қалады деп қорықпаңыздар, жабыспайды. Міне осылай қағазымызды алып аламыз. Оған дейін пешімізді қыздырып қоямыз. Қызып тұрған пешімізде осылай бір-бірлеп пісіріп аламыз 8 санын. Енді екінші 8-ді жасаймын. Пергамент қағаздың үстінен жасап аттым енді. Жайып аламыз қамырымызды осылай. Тағы да 8 санын салып, жан-жақтарын бәрін кесіп алып тастаймыз. Артықтарын барлығын. Міне осындай жұмсақ қамыр болады. Енді ортасындағы дөңгелектерін алып тастаймыз. Екінші дөңгелегін де алып тастаймыз осылай етіп. Міне осындай 8 саны шығады. Осыны да бәрін қыздырып тұрған пешімізде бір-бірлеп пісіріп аламыз. Енді жинаймыз тортымызды. Осылай етіп қаймағымызды, жаңағы соққан қаймағымызды құйып жағамыз. Түгел айналасына жағып шығамыз. Сонда жұмсақ
дәмді тәп-тәтті торт шығады 8 саны. Балды тортым. Бұны да өздерің қалауларымен жасауға болады. Сүтті қыз тортымен де жасауға болады. Қызыл мақпал тортымен де жасауға болады. Бипебай тортымен де жасауға болады. Әркімнің өз қалауы. Мен осылай балды тортпен жасадым 8-імді. Осылай барлығын әбден жағып аламыз, арасына кремдердің бәрін. Екі жағына да жағып отырамыз кремімізді. Әбден жан-жақтарының бәріне жағамыз түгел. Міне мен қалған корждарымды ұнтақтап бөліп алдым. Осыны енді жан-жағына, үстіне жағатын болам. Әбден барлық жағына жағып аламыз ұнтақтарын. Енді қалған ұнтағын бетіне себеміз. Енді бетін сәндейміз. Оны сәндеуде өз қолдарыңызда, әркімнің әртүрлі қалауы бар. Мен осылай жеміс-жидекпен сәндедім. Мандариным, жүзім, ортасынан бөліп алдым жүзімдерді. Мармалад кәмпетім. Арасына кәмпет қостым, мармалад. Керемет, дәмді, жұмсақ торт шығады. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Міне пісіп жатқан 8 саным. Міне осындай жұмсақ, дәмді 8-ші наурызға керемет торт шығады. Міне кескенде де жұмсақ осындай болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Рахмет баршаға. Ас болсын.